Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өте дәмді қытырлақ қуырылған тұшпараның құпиясымен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз картобымызды осылай майдалап турап суға қайнатып алатын боламыз. Қамыр үйлеуге кірісеміз. Ол үшін біз бір жұмыртқаны алып, жақсылап вилканың көмегімен көпіршітіп алатын боламыз. Енді үстінен кішкене ғана су құямыз да, тұзымызды қосамыз және оның үстінен сары майымызды қосып, жарты пиала сүт қосамыз да, 5 граммдай қопсытқыш, яғни разрыхитель қосып, араластырып алатын боламыз. Ал ендігі кезекте біз үстінен керегінше ұн қосамыз да, жақсылап жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа тынықтырып қоятын боламыз. Сол уақытта біз дайын болған картошкамыздан пюре жасайтын боламыз. Піскен картошкамызды осылай езіп аламыз да, сковородкада бір пиязды алып, майдалап турап, үстінен тұз, бұрыш қосып, қуырып аламыз да, біріктіріп, осылай масса жасайтын боламыз. Келесі енді тынығып болған қамырымызды алып, осылай біртіндеп, жұқа етіп, әдемі домалақ қамыр жайып алатын боламыз. Қамырымызды қатты жұқа болмайтындай етіп жайып аламыз. Ал ендігі кезекте қамырымызды бөлшектерге бөлетін боламыз. Ол үшін бізге осындай арнайы ирек-ирек пышақ қажет болады. Егер де бұндай пышақтарыңыз болмаса, кәдімгі пышақпен кесе берсеңіздер болады. Барлық қамырымызды кесіп болғаннан соң, оның үстінен начинкамызды саламыз да, әдемілеп осылай пельмен сияқты түйіп алатын боламыз. Қамырларымыздың барлық жерін бекітіп, жақсылап түйіп алуымыз қажет болады, себебі начинкасы ашылып кетуі мүмкін. Осылайша дайын болған пельмендерімізді алып, қызып тұрған майда жақсылап екі бетінде қызартып, біртіндеп қуырып алатын боламыз. Дәл осы рецептпен істейтін болсаңыздар, сіздің пельмендеріңіз осылай әдемі болып ісініп, хрустящий күйде болады. Екінші бетіне осылай алмастырып, екі бетінде жақсылап қызартып, әдемілеп қуырып аламыз. Екі беті де жақсылап қызарып піскеннен соң осылай майдан аламыз да, салфеткаға қойып қоямыз. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.